Сатып алған заттың ақшасын Каспий Пос арқылы қалай қайтарады? Каспий Пос арқылы сатып алған заттың ақшасын сату орнында немесе қашықтан толықтай, сол сияқты жартылай қайтаруға болады. Қайтаруға болатын мерзім төлеу тәсіліне байланысты. Каспий QR мен төлесе, 1 жылдың ішінде, картамен төлесе, 90 күннің ішінде. Каспий Поста қайтару бөліміне өтіңіз. Егер сатып алушы сіздің сату орныңызда болса, одан Каспий KZ мобильді қосымшасының көмегімен QR-кодты сканерлеуін немесе картаны жақындатуын өтініңіз. Содан кейін сатып алған қажетті затты таңдап, қайтаруды ресімдеу деп басыңыз және әрекетті растаңыз. Сондай-ақ, қайтаруды қашықтан ресімдей аласыз. Ол үшін Каспий Поста тарих бөліміне өтіңіз. Қажетті күнді көрсетіңіз және төлеу тәсілі бойынша сүзгіні қойыңыз. Сондай-ақ іздеу жолына клиенттің атын немесе ол төлеген соманы енгізе аласыз. Сатып алған қажетті затты таңдап, қайтаруды ресімдеу деп басыңыз. Соманы енгізіп, әрекетті растаңыз. Сатып алушыға ақша Каспий Голдқа бірден, ал басқа банктың картасына 3 жұмыс күн ішінде түседі. Осылайша Каспий Пос арқылы қайтаруды оңай әрі жеңіл ресімдеуге болады.